Шәкіртіме жүрегімді арнаймын. Мен ұстазбын, бала жайлы ойлайтын, шәкіртінің қызығына тоймайтын. Мен ұстазбын, білім шыңын бойлайтын, компьютердің құлағында ойнайтын. Мен ұстазбын, конструктор, сценарист, тіл маманы, математик, программист. Мен ұстазбын, суретшімін, сазгермін, көріпкелмін, керек десен балгермін. Мен ұстазбын, психолог, тәлімгер, күндіз түні болып жүрер әбігер. Ойға да кетем, япырай, қашан босаймын, диагностика, мониторинг жасаймын. Мен ұстазбын, әрине мен дидактпын, теорияны терең білер, қас шебермін, практикпін. Мен ұстазбын, полилингвист маманмын, жетекшісі сыныптың құзыретті адаммын. Мен ұстазбын, жасампаз, дадауылпаз, шәкірттерім олимпиадалық жеңімпаз. Ең негізі кәсібім менің педагог, мен сонымен жаман адам болған жоқ. Абай атамыз айтқандай, қазақ баласының бойында ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек болуы өмір сүрудің басты заңдылығы болса, осы үш қасиетті шәкірттердің бойына сіңіру ұстаздың міндеті екені даусыз. Мен ұстаз ретінде осы қағиданы берік ұстана отырып, ыстық қайрат дегеніміз спортқа баулу, нұрлы ақыл дегеніміз шәкірттердің санасына білім нәрін құю, жылы жүрек, эстетикалық, адамгершілік тәрбие беру деп түсінемін.